Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Бута Груп құрылыс компаниясына келдік. Бута Груп құрылыс компаниясы Әзербайжан елінің құрылыс компаниясы болып табылады. Негізінде Ресейде, Түркия елдерінде және де Бакуда өзінің жұмыстарын жүргізген құрылыс компаниясы болып табылады. Қазақстан нарығында жұмыс істеп жатқанына 1 жыл болыпты. Бута Груп құрылыс компаниясының мысал ретінде Алматы Арена жақтағы 2 бөлмелі пәтерді қарастыратын болсақ, бағалары 22 миллионнан басталады екен. Яғни, сіз бұл пәтерлерді 20%, 30%, 40%, немесе 50% алғашқы жарнамен алу мүмкіндігіңіз қарастырылған. Және де Бута Груп құрылыс компаниясының үйлерін кез келген банкпен ипотека арқылы алу мүмкіндіктеріңіз қарастырылған. Ол Банк Центр кредит, Халық банк, Форте банк, Freedom Finance және де Алтын банкпен алу мүмкіндіктеріңіз бар. Және де Бута Груп құрылыс компаниясының өзінің ішкі рассрочкасы бар. Осы рассрочкамен де алу мүмкіндіктеріңіз қарастырылған. Бұл құрылыс компанияның үйлерін алғашқы жарнасын құйып болғаннан кейін, қолыңызға кілтіңізді алғаннан кейін барып, сіз ипотеканы төлеп бастайсыз. Яғни толық документін, кілтін алғаннан кейін барып қана сіз ипотеканы төлейтін боласыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіз болады. Төленеді и уже жасылға боянады бұл квартира. Потом мына жақта байқасаңыздар оранжевый тұр еще үйлері. Сары не? Сары бұл устный броньда тұрған. Устный бронь деген мысалы бүгін таңертең бір кісі келді да, и там түске дейін уақыт сұрай тұрды. Пока алып қойыш деп. Пока сұрай тұрыңдаршы, сағат 14:00-ге дейін ол жіберсе жіберіп, жібермесе ол квартира босады. Сондай условия сатып жатқан. Өз қараңыз, бізде мысалы 3-ші терезесі бар 56 квадраттар, олар көп қалған жоқ. Ортаңғы этажын төсім. Мына жақта 3-ші, 2-ші этаждан 2-ші блокта. Бұл жақта сізде терезеңіз оңшылыға қарайды, көшеге шығады. Потом, мысалы 4-ші блокта уже жоқ бұлар, 56 квадрат. 5-ші блокта 3-ші терезесі жоқ, 6-ші блокта жоқ. 7-ші блокта бізде 4-ші этаждан бар, 56, мына жақта тұрады. Сізде бұл жақта уже терезесі былай дворға қарайды да, 3-ші терезесі. Қараңыз, входной есік қойылады, радиатор отопления, стенада первичная штукатурка, полда наливной стяжка болады. Именно қарауып тұрған стеналар, несущий стена уже тұрады үйдің ішінде. Мына стеналар қойылмайды, свободный планировка болады. Косметический ремонт қана алады ішінде, санузелдің трубасы шығып тұрады, и электропроводка есікке дейін келіп тұрады. Санузелда ванна, унитаз болмайды, е? Болмайды. Оны өздеріңіз қоясыздар уже. И балкон, кішігірім жаңағы, французский деген. Вот. 56 квадраттың кейбір блоктарында, шеті ашық блоктар бар ғой. Мына жағы ашықтар. Соларда 3-ші терезе қойылады. То есть сіз бұны полноценный двухкомнатный алып жасаңыз болады, былай бөліп жасаңыз, былай есік қойсаңыз, мына жақта сізде спальня, кухня, барлығы под гостиной қалады. Вот осы вариант.